Осы ораза ұстап жүрген адамдар мына түкірік жұту болмайды екен, сілекей жұту болмайды екен, болмаса басқа да бір бұзылатын жағдайлар бар екен деген сұрақтар болып жатады. Осының кеңірек тоқталсаңыз. Осы мәселе әсіресе көптеген кісілердің көптеген кісілерден қойылатын сұрақ. Шындығында қасиетті Рамазанның оразасын ұстап жүруші адам егер де өзінің, яғни сол аузынан бөлінген мәселен сілекей болатын болса, оны жұтуға рұқсат бар, яғни оразаны бұзбайды. Ал енді сол түкірікті ауызда жинап, яғни соны жұтса, ол макрух болып табылады. Яғни оразаға аздаған нұқсан болады. Сол себепте де ауызға толған түкірік толып кететін болса, оны міндетті түрде түкіріп тастаған жақсы. Ал енді өзімен, яғни жаймен, яғни ауызға келіп жатқан сілекей болатын болса, оны жұтуға рұқсат бар. Яғни оның шариғаттың ешбір қайшылығы немесе оразаны бұзады деген ешқандай бір үкім жоқ. Осымен қатар қасиетті Рамазан айында, мәселен қазіргі таңда күн ыстық. Биылғы ораза өзі шілде айында келіп отыр. Соған байланысты мынау су қабылдасам, мәселен суға түсіп алсақ бола ма деген сұрақтар қойылады. Шындығында осы мәселеде азғантай ғана жуынып алуға, немесе сол душ қабылдауға, немесе су қабылдауға рұқсат етіледі. Яғни бұл жерде өте сақтық қажет болады. Яғни құлақтарға, яғни құлаққа немесе ауызға су кіріп кетпеуі қажет. Моншаға түсу бола ма? Бұл таңда мәселен монша немесе ыстық монша қабылдауға рұқсат жоқ. Яғни пар қабылдап, монша қабылдауға ешқандай рұқсат жоқ. Жеңіл-желпі ғана шайынуға рұқсат етіледі, әрине. Бұның өзінде сақ болу керек. Бұның өзінде сақтықпен. Түсінікті.